Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров Түркістандағы ет өңдеу кешенінің жұмысымен танысты. Облыс әкімі Нұралхан Көшеровпен бірге Сайрам ауданы Манкент ауылындағы Казекомят жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өндіріс алаңын, оның жұмыс барысын көрді. Жылына 30-40 мың тонна ет өндіруге қауқарлы зауытта жылқы, ірі қара және ұсақ мал еті терең өңделеді. Заманауи технологиямен жабдықталған кешен бір ауысымда 500 бас ірі қара мен 600 бас ұсақ малды өңдейді. Биылдан бастап, өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшысы ауыл шаруашылығын әрмен қарай дамытуға мал шаруашылығын ерекше бағдарлама ашыңдар деп тапсырма берген. Соны бағдарламаны биыл әзірледік, биыл ашылды. Қаржыландыру мәселесі міне басталып кетті. Сіздерге барлықтарыңызға үлкен алғыс рахмет айтамын. Зор еңбектеріңіз үшін. Шынында да біраз жұмыс жасап жатсыздар. Малдың басы көбейіп жатыр, сапасы да түзеліп жатыр. Министр саланың жауапты мамандарына жоба аясындағы жұмыстың сапасына ерекше мән беріп, ет экспортының көлемін арттыруды тапсырды. Сондай-ақ шаруалармен кездесіп, ет өндірісін дамытумен қатар экспорттық әлеуетті арттыру мәселесін талқылады. Қазіргі таңда мұнда 70 адам тұрақты жұмыс істейді. Қазірдің өзінде өндірілген өнімнің тең жартысы ішкі нарыққа жеткізілсе, қалғаны экспортқа шығарылады. Жалпы Түркістан облысы елімізде мал шаруашылығы мен ет экспорты бойынша көшбасшы өңірлердің қатарында.